Сәлем достар, сіздермен бірге жалпы тәжірибелік дәрігер Нұрманова Асия. Сіздермен бүгін біз босану уақытының жақындағаны туралы әңгіме айтатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, өзіңіздің босану уақытыңыздың таяғанын біз арқылы біліңіздер. Босану процесі бұл әйел адам үшін де, бала үшін де өте бір маңызды процесс, иә. Енді босану уақытының біз жақындағанын қалай білеміз? Біреулер айтады, сенің жаңағы босануың әлі ерте, или уже болып қалды деген сияқты айтады, иә. Ол адамдар сізге просто айтпайды, яғни бір белгілерді көріп тұрып айтады. Ол белгілерді өзіңіз де білуіңіз қажет. Яғни сізде біріншіден жүкті әйелдің босанатын уақытын ол біз ішіне қараймыз. Яғни көбінесе мына бізде орналасқан іш төменге қарай түседі. Яғни бала төменге қарай түседі. Осы арқылы біз жүктіліктің уже аяқталуына аз уақыт қалғанын білеміз. Енді оның іштің біз төмен түскен, төмен түспеген қалай білеміз? Яғни жүктілік кезінде сіздің ішіңіз алма тәріздес болып келеді, ал уже ішіңіз төмен түскен кезде ішіңізді айнадан қарасаңыз алмұрт сияқты болып келеді. Осы кезде ішіңіз сіздің төмен түскен деген белгі. Және де төмен түскен белгісінің тағы да бірі, сіз бұрынғыдан да туалетке, яғни кіші дәретке жиі барасыз. Осы өйткені сіздің бала дейтін баспен келіп тұрады, сол баспен қуықты одан сайын басып тұрады. Прям қуық жақтан баланың басын сезеді адамдар. Ұстап жайлап қарасаңыз, балаңыздың басын сезесіз. Сонымен қатар уже бала дейтін жоғары жақтан бұрын тибе бастаса, уже төменгі жақтан тибе бастайды. Бірақтан да осы роды жақындаған кезде баланың қозғалысы азаят бастайды. Яғни бұрын көп бала тибетін болса, қозғалысын білесіз ғой, уже қозғалысы бәсеңдей бастайды. Бұл не себепті? Одан қорқып кетудің қажеті жоқ. Бұның себебі, өйткені төмен түскен кезде бала, оның қозғалатын уже орны азаяды. Сол үшін баланың қозғалысы азайып қалады. Одан қорқудың еш қажеті жоқ. Бірақ бұл бүкіл әйелдерде бірдей болай бермейді. Соны да ескере кетіңіздер. Келесі бір белгісі, біз қолымызды төсімізбен іштің аймағына қойған кезде бір қол сиятындай орын болады. Уже бұл іш төмен түсті деген сөз. Және де осы іш төмен түскен кезде бізде тыныс алуымыз жақсара түседі. Бұрын бір ауа жетпейтін адам құсап жүретін еді, қойдым деп демалып. Уже дейтін іш төмен түскен кезде демалуымыз, екінші дыханиямыз ашылғандай болады. Осы да бір белгісі болып келеді. Босану уақытыңыздың жақындағаны. Және де босану уақытыңыздың жақындағаны бұл ұлы дәретіңіздің сұйылуы, яғни іш өткен сияқты болады ғой. Сондай болған жағдайда уже босану уақытыңыз жақындады деген сөз. Және де әйел адамның жүрісі өзгере бастайды босанатын уақыттан кезде. Аяқтарын бәрі бір сықырлап баратқандай ма, бір тазыңыз ашылып баратқан сияқты ма, сондай болып сезіледі. Бұл, тазыңыз сіздің уже жайлап дайындала бастайды. Буындарыңыз уже жайлап ажырай бастайды. Өйткені босанатын кезде біздің жамбасымыз ашылады ғой. Соған байланысты біздің бүкіл сүйектеріміз сықырлай бастайды. Бір түрлі болып ауырады. Өзіңіз сезесіз оны. Сол жақындаған кезде болатын процесс болып келеді. Келесі бір тағы да процесс, яғни белгісі, бұл ұялау синдромы деген бар. Яғни әйел адам өзі аңғару да мүмкін, кейде аңғармау да мүмкін. Қасындағы адамдар соны көріп, кейде айтады, сенің уже босанатын уақытың жақындады ау деп. Бұл ұялау синдромы деген не? Яғни ұялау синдромы бұл әйел адам пысық болып кетеді ғой, былай айтқанда. Үйді де жинап, жинамайтын жердің бәрін шұқылап, киімдерді жинап, өтектеп, жуып, пысық болып кетеді. Бұл Құдайдың бір сондай бір жаратылысы ғой, былай қарасаңыздар, қызық. Босанатын уақыт жақындаған кезде әйел адам сондай пысық болып кетеді. Сол тағы да бір белгісі болып саналады. Келесі бір белгісі әйел адамның көңіл күйінің өзгеруі, яғни өте қатты құбылмалы болып кетеді. Көбінесе әйел адамдар бір стресс сияқты, депрессия сияқты, бір апатия сондай жағдайға түсіп кетеді. Көп әйелдер сондай жағдайға түсіп кетеді босанатын уақыт жақындаған кезде. Бұл өз-өзінен болатын процесс, яғни біздің гормональды фонның өзгеруіне байланысты болады. Яғни соны өзіңіз еркіңізбен істемейсіз. Бұл яғни біздің гормондарымыздың өзгеруіне байланысты сіздің көңіл күйіңіз өзгеріп отырады. Келесі бір белгісі, бұны көп әйелдер өздерінің весін жақсы білетін әйелдер
аңғарады. Яғни сіздің весіңіз түсе бастайды, яғни азаяды весіңіз. Мысалы, сіз жүктілікке дейін 50 килограмм, жүктілік кезінде 70 килограмм болсаңыз, уже босанатын уақытта қарасаңыз 68, 67 деген сияқты, 69, сондай бір шамалы весіңіз төмен түсе бастайды. Яғни бұл да бір босанудың бір белгісі болып келеді. Келесі бір белгісі пробканың кетуі деп айтып жатады ғой. Дәл осы пробканың төмен түсуі. Яғни пробка деген бұл бізде шейканың қатты орналасады ғой, шейкаде орналасқан слиз. Осы шейка туралы мен күшті бір тема тастадым астында. Соны міндетті түрде қараңыздар. Эрозия, эктопия, эктропион деген тақырыпта. Соны міндетті түрде қараңыздар. Осы слиз қайдан пайда болады, сол туралы өте қызық мәліметтер. Дәлелді медицина бойынша мен сіздерге күшті мәлімет тастадым. Ссылкасын тоже тастап кетем астыға. Енді қараңыз, мына жерде слиз болады, я? Сол слиз прям мұрмақ сияқты болып тұрады, сол пробка деген. Сол пробка төмен түседі. Кейбір әйелдерде бір апта бұрын түсіп кетеді, кейбір әйелдерде сол толғақ кезінде түседі. Роддомда прям босанатын кездерде барып, уже толғақ кезінде түсетін болады. Енді бұл пробка не үшін тұрады? Ол пробка мына жатырға қарай, яғни маткаге инфекциялардың өтуін қорғап тұрады. Яғни инфекциялар маткаға түспеу керек. Өйткені біздің маткамыз стерильный орган болып келеді. Тап-таза іші деген. Ешқандай микроорганизм тіршілік етпейді. Осы жерге пробка сол үшін тұрады бұл жерде. Яғни микроорганизмдер балаға қарай кірмеу үшін. Енді бұл пробка төмен түскеннен кейін біздің уже шейка жайлап ашыла бастайды. Уже толғақ болады. Немесе пробка ерте түсіп қалады, кейбір әйелдерде уже бір аптадан кейін барып толғақ басталады. Уже пробка түсті деген сөз сізде уже жақын арада босанасыз деген сөз. Өте жақын уақыттар қалды, аз ғана уақыттар қалды деген сөз. Енді қараңыз, бұл пробка төмен түскеннен кейін сіздің шейкаңыз жайлап ашылады. Осы пробка кейде қан араласып шығып жатады. Сол кезде сіз білуіңіз қажет, бұл пробканың өзінің қаны ма, или менен қан кетіп жатыр ма деген екі себепті білуіңіз қажет. Яғни пробка қанды болатын болса, яғни бұл жаңа айттық қой, мына шейка дейтін ашылып жатқан кезде бұл жерде қан тамырлар жыртылып кетеді да, пробка жаңағы слиз, мұрымық сияқты слиз болады ғой, сол слиз келіп қанмен араласады, жаңа қоңырқай түсті болып келіп шығады. Ал қан кету деген прям тіл жібересіздер, сондай болып қан кеткен жағдайда уже біз скорыйға тездетіп шығуымыз қажет. Тағы бір белгісі, бұл бәріңіз білетін, яғни қағанақ суының кетуі. Яғни айтады, мен суым кетті деп. Дәл осы жағдай болса, уже сіз 24 сағаттың ішінде босанасыз деген сөз. Неге 24 сағат? Өйткені сізде су кетті деген сөз, сіздің пробкаңыз ашылып, суыңыз кетті. Яғни бала сусыз 24 сағат қана жата алады ананың ішінде. Одан кейін 24 сағаттан кейін сізге вызывающий препарат салады. Окситоцин салып, окситоцин арқылы шығарады. Сондықтан су кеткеннен кейін сіз толғақтың болуын күтуіңіз қажет. Толғақ 24 сағатта болмаса, онда сіз вызывающий препарат салдыруыңыз қажет. Потому что баланың денсаулығына бұл өте зиян болып келеді. Соны ұмытпай ескеру қажет. Ал барша келіншектерге босануларыңыз жеңіл болуын тілеймін. Менің каналыма тіркеліп, ана мен бала тақырыбында өте күшті пайдалы ақпараттарды аласыздар. Тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.